Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өзім үнемі заказға жасап жүрген өте дәмді жұмсақ болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Мінекей ішкі дүниесі осылай болып көрінеді. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан. Жұмсақ, енді шаймен ішкенге өте әдемі. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Олай болса бастайық. Ең алдымен бізге қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Қант, сары май, разрыхлитель, жұмыртқа және ұн. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз және үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Крошка жасайтын боламыз. Мінекей осылай ұнтақ болуы тиіс. Содан соң барлығын өлшеп алдын ала дайындап алдым мен. Мінекей қантымызды саламыз үстіне және бір шай қасық разрыхлителімізді салып, тағы да қолымызбен жақсылап бір араластырамыз. Сондай-ақ бір жұмыртқамызды жарып, қамырымызды илейміз. Қамырына небәрі осы заттар ғана қажет болады. Өте оңай, жеңіл, ингредиенттері қол жетімді пирогтардың бірі болып саналады. Сіздер де міндетті түрде жасап, егер жасап жатсаңыздар, маған комментарийға бөлісіп жазып өтсеңіздер. Қажетті заттардың барлық нақты ингредиенттерін сіздерге описание бөліміне қалдырып жазып қойдым. Сол жерден қарап жасай беріңіздер. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырды ешқандай холодильникқа салып қажет емес. Бірден осылай противенге формамыздың үстіне, менде кольцо, соған орналастырып шет-шетін бір тегіс етіп шығамыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге ірімшік, қаймақ, жұмыртқа, кукурузный крахмал және де қант қажет болады. Ең алдымен ірімшіктің үстіне қантымызды саламыз. Бұл жерде менде дүкеннің жартылай қолдың ірімшігін араластырып жасадым. Және үстіне жұмыртқамызды жарамыз. Сондай-ақ қасықтың ұшымен сәл ғана ванилин немесе ванильный сахар қосамыз. Және 20% кез келген қаймақты саламыз. Және ең соңынан осылай кукурузный крахмал, картофельный емес, міндетті түрде кукурузный болуы тиіс. Содан толтыра бір ас қасық салып, барлығын блендердің көмегімен бір тегіс масса болғанша блендерлейміз. Егер сіздерде блендер болмаса, миксерді де пайдалансаңыздар болады. Осындай сұйықтау масса пайда болады. Соны жаңағы біздің қамырымыздың үстіне құйып, осы кезде пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз 10 минут бұрын. Енді шет-шеті ұзынырақ болып кетті. Соны осылай қолымызбен қысқартып бір тегіс етіп шығамыз. Мен начинкасына осындай малинаны пайдаландым. Қарақат, кез келген жемісті пайдалансаңыздар болады. Оны міндетті түрде кукурузный крахмалға ұнатып аласыздар. Себебі жаңағы бұлар морозилкада қатып тұрғандықтан шетінен қызарып, жаңағы су шығып кетеді. Сол себепті осылай крахмалға ұнатып барып салсаңыздар, дәл осы күйінде пісіп шығады. 180 градуста 40-45 минут аралығында осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.